Баршаларыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Достар, бүгіннен огородың төбесіне мынандай башня соққан болатынмын. Тек қана выживаниеда. Соған обзор жасап, ар жаққа жаңа үйімді соғуды бастаймын. Енді жаңа үй дегенде шілиқатты жаңа үй емес. Просто тағы бір үйде енді достарым келсе бірге тұратын. Енді сетевой ойнаған кезде. Так, в общем, огородты алып алайық. Кожаны сиырдан алып алдым. Кет қалды. Бір семені. Так, үшеу, сосын ё-моё. Осының аяқтағы свеклалардан ала саламыз. Ол как екеу. Маған берсе болды. Біреу берді, дұрыс. Мына жерлерге берді. Так, бұларды да істеп тастайық. Так, достар, мынаған сала салайық бүйтіп. Ойбай. Мына киркамды аламын. Так, достар, үйге келдім. Ойбай, екі рет басып. Ана жақта үйді только тастан соғатын боламын, достар. Так что тасты толтырып алып алайын. Конечно, бәрін аламын. Ол ішілі бәрі керемес енді. Так, достар, тек қана выживание не қызық. Өздеріңізде бастасаңыздар болады. Так, достар, түн болып қалды. Короче, мен ар жақтан не тегістеп жатқанмын. Көрініздер ма, маған қандай атака амыны кел. Так, сиырларды, қойларды осылай қораларыңызға алдап әкеліп алсаңыздар болады, достар. Міне мысалы мен мұнан науырада сиыр толы, науырада кіргізе саламыз. Кендер, сиырлар, кендер. И осы бұрышқа әкелген соң сразу басқа нәрсені аламыз да. Есік жабамыз, міне болды. Және де бір-екі рет тамақтандырып қойық бұларды. Міне. Опыт. Тағы біреулерді. Опытты алып алайық. Так, достар, үйдің, бұрыштарын андай қара таспен жасап жатырмын. Бұны өткен бөлімдегідей шахтадан тапқан болатын. Қарным ашып кетті. Ол как раз қойдың еті бар екен. Жеп алайық. Бұл қыпы да толады, не де толады. Бірақ бір новарды біреу душқа десенше. Түсінгендер түсінді, жетпей қалды, ничего, таспен жалғастыра саламыз. Бұл сәндай бұл. Бұның бәрін аптыстайсың. Бірақ басқа бұрыштарға осындай қара тастар жетті, достар. Басқа бұрыштарға бұндайлар қойып шықтым. Бірақ енді төбені жабуға жетпей қалды. Келесі бөлімде, мен ойымша үйді екі этажны қылып соғам, екі қабатты қылып. Бірақ, достар, тағы қараңғы болып қалды. Екінші күн. Ұйықтап алайық. Мен ойымша екі этажны болмақ. Егер де алдыңғы бөлімдерді көрген адамдар болса, олар біледі. Маған жақын жерде ағашта дым да жоқ. Тек таспен соғамын, жерге кіріп ала саламын, бірақ ағашты тек керекті жерлерге пайдаланып жатырмын, достар. Так, ішін андай терезелер бар. Міне, достар, мына бұрыш пен мына бұрышқа ғана жетпеді. О жақта ничего деп жатыр. Так, екеу болды, жетеді. Міне осылай үйді соғып жатырмын, достар. Так, достар, үйдің мына жерін жасайын деп жатырмын. Ё-моё, мына жақты істемеппін, онда бірінші. Мына жақтан міне олайық.
тезирээк согуктастайык. В общем, достор, мен тас издейм деп шахтага келсем, мына жакта не жатканын караңдар. Золото, ой, золото деп оңой нелер жатыр, темирлер, железолор, ё-моё. Таска келдим, железо таптым. Железого келдим, тас таптым сыяктуу болуп турган. Так, мына төбөдө калыпты экөө. Так, 2 стак, 3 стак тасты алып алайык, достор, қазір. Так, в общем, достор, ар жакта железо битти. Енді төменге карай осылай тасты сындырып, өзүме алып, жерге карай bir шахта табам ба деп, таппасам, ничего, тасты алам да кетемин, достор. Так, 1 стакка жетип калыпты уже. Тек осылай кете беремиз, достор, алдыга карай. В общем, достор, келеси бөлүмдү күтүңдөр. Келеси бөлүмдө тастан согулатын үйдү бүтүрүп, сол үйгө обзор жасап, сол үйдүн ишин бирге заттар коюп, бирге ары карай дамытатын боламыз, достор. Ал эндеше 4-чү часть битти. Арнага тиркелип, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер, достор. Ал сау болуңдар, достор. Келесі кездескенче аманчылыкта болайык.